Бұл жер Алматы облысындағы Желшалғыр тауының етегінде Іле өзенінің оң жақ бойында жағалай орналасқан патша қорғандар шоғыры. Бесшатыр қорымындағы жерлеу орнының ерекшелігі, жерлеу орнында саркофагқа салынған көшбасшы жерленген. Сағанасы 3 бөліктен тұрады. Олар дромос, яғни дәліз, кіреберіс және жерлеу бөлмесі. Археологтар обадан семсер, жебе, ақық моншақ секілді жәдігерлерді тапқан. Археолог ғалымдар Бесшатыр обасындағы тарихи жәдігерлерді біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырларға жатқызады. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының аумағында 200-дей обалар табылған. Соның 50-ден астамы патша қорымдары. Бұл қорымдардан табылған жәдігерлерді зерттеу барысында ғалымдар ежелгі адамдардың о дүниедегі мәңгілік өмірі туралы түсініктері қалыптасқан деген болжам айтады. Ғалым Әбдеш Төлеубаев Шілікті қорғанын зерттеу барысында 3-ші алтын адамды тапты.